Hayırlı kun qimmatli kursga қатысушылар, бүгін курсымыздың 4-ші модулі, яғни бүгін сіздерге біз иммунитет туралы ақпараттарын көрсететін боламыз. Яғни иммунитет дегеніміз не, оған нелер жатады, не қандай мүшелер қатысады, және оны қалай қорғау керек туралы ақпараттарды білесіздер. Иммунитет біздің иммундық жүйемізге ең бірінші лимфа жүйесі жатады. Иммундық жасушалардың түзілуі, олардың тимустар жетілуі, вирустар мен бактериялардың енуіне тосқауыл болады. Токсиндерден, вирустардан және бактериялардан сүзгі иммундық жасушалар үшін тасымалдау жүйесі болып табылады. Былайша айтқанда, біздің лимфа жүйелеріміз сұйықтықты сыртқа шығарушы, сұйықтық арқылы токсиндерді сыртқа шығарушы жүйе. Егер де біздің лимфа жүйемізде қандай да бір проблема болатын болса, онда бізде ісіну болады, токсиндер сыртқа шықпайды. Сізде қанша жерден өтіңіз дұрыс болсын, ішегіңіз дұрыс болсын, тағы да басқа детоксикация қатысатын басқа мүшелеріңіз дұрыс болса, лимфа жүйеңіз дұрыс болмаса, сізде токсиндер сыртқа шықпайды. Ол тері арқылы шығады біздегі, және де осы мысалға моншаға барсаңыз, осы лимфа жүйеңіз жұмыс істейтін болады. Яғни ол мұрында біздегі лимфа жүйелеріне жататын ең бірінші осы мұрындағы, мұрын жұтқыншағындағы бадамша бездер. Былайша ангина дейді ғой, ангина осы бізде лимфа жүйесіне жатады. Біздің иммунитетімізге қатысатын мүше ол ішек. Ішекте біздің иммунитеттің 80% жатыр. Бұған дейін сіздермен осы посттарында, тағы да басқа иммунитет марафонына қатысқандар болса білесіздер, ішекте иммунитеттің 80% жатыр. Егер біздің ішегіміз таза болмаса, ол жерде токсиндер, шлактар көп болса, не болмаса пайдалы бактериялар болмаса, онда біздің иммунитет төмендеп кетеді. Иммунитет мүлдем болмайды деген сөз. Оның шырышты қабығында шамамен 25% иммунологиялық белсенді тіннен тұрады. Ішекте бүрлері болады. Сол бүрлерде бізде пайдалы бактериялар орналасады. Сау микробиома иммундық ішек тіндерінің жетілуін және патогендік вирустар мен бактерияларға қарсы бірінші тосқауылды қамтамасыз етеді. Яғни бізге вирус немесе бактерия келсе, осында бірге жатқан бактериялар оларға қарсы шабуыл жасайды. Яғни оларға бізде макрофагтар болады, қанның жүйесінде білесіздер, лимфоциттер, лейкоциттер осы біздегі иммунитеттің ең басты шабуылшы жасушалары, біздің қорғанышымыз, әскерлеріміз болып табылады. Осылар біздің ішекке түскеннен кейін пайдалы бактериялармен бірігіп, осы вирустарды жоюға күш жұмсайды. Пайдалы бактериялар бізде антибиотик ішкен кезде жойылып кетуі мүмкін, себебі антибиотик өздеріңіз білесіздер, бактерияға қарсы препарат. Егер ол пайдалы, пайдасыз ажыратып жатпайды, ол ағзада қандай бактерия бар, соның бәрін жойып жібереді. Келесі бүйрек үсті безі. Олар иммундық жауапты қосады, иммундық денелерді өндіруге арналған ресурстарды алады, яғни энергия өндіру үшін барлық жерден ақуыздар мен майларды шығарып отырады. Қабынуды азайтады. Егер де бізде бүйрек үсті безі шаршайтын болса, онда бізде шаршағыштық болады, энергия болмайды, тағы да иммунитет төмендеп ауыра беретін болады. Сіздер білетін шығарсыздар, мысалға қазір көп жерлерде ОРВИді емдеуде, тұмауды емдеуде, иммунитетті көтеруде цинк, селен ішіп жатады. Осы цинк, селен ең бірінші осы бүйрек үсті безінің жұмысына қажетті минералдар. Оны сіздер ертең витаминдер сабағында білетін боласыздар. Мен жалпы түсінікті айтып жатырмын. Иммунитет, иммунодефицит. Ол иммунодефицит, яғни иммунитет бізде жетіспегенін қалай білеміз? Иммунитет жетіспегені бізде антибиотиктер қажет ететін жиі суық тию, иммундық жүйе таусылған кезде бактериялық инфекцияның қосылуы болады. Яғни бактерия шамадан тыс көбейіп кетердіғаны біз антибиотик ішуге мәжбүр боламыз. Осы кезде бізде иммунитет жоқ, оларды мен күресетін бактерия жоқ деген сөз. Суық тиюдің болмауы, әлсіздік жағдайындағы температураның айқын көтерілуі байқалмайды, организм вирустармен баяу күреседі, иммундық жауап бере алмайды. Бұл дегеніміз бізде ағзада, яғни сыртқы факторларға жауап беретін ешқандай реакция болмайды. Мысалға суық тиіп жатса, бізде сразу температура көтеріледі. Егер температура ол біздегі сигнал, яғни мен вирустармен күресіп жатырмын деген сигнал.
егер де сізде температура болмаса, онда уже қорқу керек, сізде вообще иммунитет жоқ деген сөз. Оны күресетін де сізге сигнал беретін де шамасы жоқ деген сөз. Одан кейін созылмалы қабыну, тұрақты температура 37 градус. Кейбір адамдар болады, менде үнемі 37 градуста жүр, үнемі температурасы көтеріліп тұрады. Бұл жерде уже бізде ішімізде қабыну болып жатыр, уже иммунитет жоқ деген сөз. Одан кейін созылмалы шаршау. Созылмалы шаршау жаңа бүйрек үсті безімен тікелей әсер етеді. Тікелей байланысты. Себебі бүйрек үсті безі шаршауды болса, адамда созылмалы шаршау болады, энергия жоқ болады. Былайша айтқанда, бізде батареясы өлген телефон болып қаламыз. Ештеңеге шама келмей қалады. Одан кейін жиілік герпес болады, ұшық көп шығатын болады. Келесі аутоиммунитет. Аутоиммунитет дегеніміз, былайша айтқанда аутоиммунитет біздегі өзіміздің иммунитетіміз артық жұмыс істейді. Яғни ол сырттағы факторлар, бактерия, вирустарға емес, біздің өзіміздің шабуыл жасауы. Иммунитет бізді өзіміздегі заттарды, мысалға өзіміздегі болып жатқан организмде болып жатқан процесстерді ол бөгде вирус деп танып, соған шабуыл жасайды. Тағамға төзбеушілік, иммунитет тағамның зиянсыз компоненттеріне шабуыл жасайды. Былайша айтқанда, сізде пищевой непереносимость болса, яғни бір тағамға аллергияңыз болса, көтере алмайтын болсаңыз, онда ол қаншалықты пайдалы тағам болсын, оны сіздің иммунитетіңіз уже бөгде зат деп ойлайды, вирус, токсин деп ойлайды, тағамы оған шабуыл жасайды. Одан кейін ішектегі қабыну, тым белсенді иммундық жауап. Мысалға бізде диарея болсын, забор болсын, бұл жерде иммунитет оны сіздегі ішегіңіздегі бактериялардың мүмкін ол пайдасыз, бұл ағзаға қажет емес бактерия деп ойлап шабуыл жасауы мүмкін. Аутоиммунды аурулар, яғни аутоиммунды тиреоидит, ревматоидты артрит, тағы да басқа аурулар осы иммунитетіміз өзімізге өзіміз шабуыл жасаған болып жатады. Экзема және псориаза осы аутоиммунды ауруларға жатады. Яғни сіз оны дұрыс емдемесеңіз, ол өмір бойына жалғасатын ауру деген сөз былайша айтқанда. Негізі аутоиммунды ауруды бұрын емделмейтін ауру дейтін. Бірақ егер де сіз дұрыс емдейтін болсаңыз, дұрыс маман тапсаңыз, оны ауруын жеңілдетуіңіз мүмкін. Немесе ауруды емдеуге болады деген сөз. Витилиго ауруы да аутоиммунды ауруға жатады. Витилиго тоже бұл да аутоиммунды ауруға жатады. Терінің, яғни сыртқы реакциясы, сыртқы қоршаған орта факторларына реакциясы. Яғни, мысалға, сізді бір жақтырмайтын, өте бір жиіркенетін адамыңыз ұстаса денеңізді, сіз одан қатты жиіркеніп қалсаңыз, тура сол ұстаған жерде витилиго пайда болуы мүмкін. Себебі организміңіз сізді қорғау мақсатында ол басқа пигментті бөле бастайды. Яғни бізде меланин пигменті бөлінеді, қоңыр пигмент. Ол пигмент емес, ол сол жерден ерекшелену үшін мына жерді ұстауға болмайды деген сияқты, сол жерде басқа пигмент бөле бастайды. Соның әсерінен адам денесінде витилиго пайда бола бастайды. Витилиго негізі емделмейді, бірақ оның одан ары өршуіне, көбеюіне жол бермеуге болады. Иммундық жүйенің жұмысын нелер бұзады? Созылмалы ұйқының болмауы, стресс, дұрыс тамақтанбау иммундық ресурстардың таусылуы болып табылады. Сіз мысалға сын емдеумен жұмыс істейтін адамдар әсіресе осы иммунитеті төмен болады. Себебі ұйқы ең бірінші біздегі басты, былайша айтқанда, қорғанышымыз. Егер ұйықтап жатқанда бүкіл организм демалады, біз өзіміз ғана емес. Гормондар өзі жұмысын атқарады. Одан кейін басқа ағзаларымыз осы ұйықтап жатқан кезде қайтадан қалпына келіп, таңертең қайтадан өзінің новый, былайша айтқанда, новый күйіне енеді. Ас қорытудың бұзылуы, ішекте қабыну бізде иммундық жүйенің бұзылуына әкеледі. Жаңа айттым, ішегімізде 80% осы иммунитет осы бізде ішекте. Иммундық денелерді өндіруге қатысатын заттардың жетіспеушілігі, яғни белоктың,
майда еритін витаминдердің, фотовы витаминдердің жетіспеуінен бізде иммунитетіміз төмендейді. Бауыр дисфункциясы. Иммундық жауап үшін өз белоктарымызды, стресс гормондары үшін холестеринді, қабынуға қарсы антиоксиданттарды осы бауыр шығарып отырады детоксикация кезінде. Егер де бауырды бізде жұмысы дұрыс болмаса, дисфункция болса, онда жаңа белоктарымыз бізде дұрыс сіңірілмеуі мүмкін, яғни холестерин жөндеп шықпауы мүмкін. Одан кейін антиоксидант глутатионды білесіздер, бізде жас, былайша айтқанда глутатионды анти-эйдж деп атайды, яғни жасару гормоны, жасару антиоксиданты. Егер де бұл глутатион бөлінбесе, бізде детоксикация процесі дұрыс жүрмейді. Неге созылмалы стресс және жетіспеушілік иммундық жүйенің аутоиммундылыққа қарай тепе-теңдігін бұзады. Яғни сізде егер де созылмалы стресс болса, онда бізге организмімізде аутоиммунды ауруларға ұшырау ықтималдығы жоғары болады. Жаңағы айтқанымдай, мен сіз жек көретін адам ұстаса, сізде уже стресс пайда болады ғой. Одан кейін сол стрессті жеңу үшін, организм қорғау үшін осы меланин гормонының орнына басқа гормон, жаңағы терімізде витилиго пайда болуы мүмкін. Бұл қанша безінің дисфункциясының әсерінен зобпыңыз уже аутоиммунды болып кетуі мүмкін, ревмативті артрит болып, яғни аутоиммунды ауруға ұласып кетуі мүмкін. Ас қорыту ішек жолдарыңыз дұрыс болмаса, экзема, псориаз болып кетуі мүмкін. Жаңағы стресс кезінде ең бірінші мен айтатыным, бізде асқазан ауруларының ең бірінші жауы осы стресс. Сіз егер де гастрит болсаңыз, хеликобактерия болса, сізде ең бірінші оны жеңу үшін ешқандай препарат ішіп, не болмаса бір витамин болсын, дәрі ішудің керек жоқ. Бірінші өзіңіздің стрессіңізбен күресуіңіз қажет. Кейінгі бізде негізгі тапшылықтарға келейік. Негізгі тапшылықтарға бізде ақуыз, майда еритін витаминдер, микробиота жатады, және темір жатады. Ақуыз негізгі кемшіліктердің себептері денсаулықтың барлық деңгейінде, яғни барлық организмнің дисфункциясы осы ақуыздың сіңуіне, ақуыздың кемшілігіне әкелуі мүмкін. Мысалға, бірінші тамақтану. Тағамда ақуыздың болмауы, ферментацияның болмауы, одан кейін яғни сіз ақуызды аз тамақтар ішкеннен ақуыз жетіспеушілігіне ұшырайсыз, ол уже белгілі нәрсе. Одан кейін стресс жүйке жүйесі. Стресске жауап беруге шамадан тыс жұмсау, стресс гормондары бұлшықет ағызарын ыдыратады және олардан глюкозаны синтездейді. Көріп отырсыз, стресс кезінде организм сол стрессті жеңу үшін ақуызды шамадан тыс өндіреді, оған глюкоза, яғни глюкоза деп отырғанымыз бізде энергия. Сол стресс жеңу үшін бізге энергия бөлу үшін ақуызды шамадан тыс қолданады. Соның нәтижесінде организмде күнделікті нормада жұмсалу керек ақуыз нормадан тыс жұмсалып кетсе, бізде жетіспеушілік болуы мүмкін. Одан кейін ас қорыту, нашар сіңуі, қышқылдықтың төмендеуі, асқазан қышқылдығы төмен болса, бізде ақуыз мүлдем сіңбейді. Ақуыз сіңбегеннен кейін бізде темір де сіңбейді, одан кейін басқа витаминдер, В12 витамині сіңбейді. Соның нәтижесінде дефициттер болады, ферменттер жоқ, яғни оны қорытатын ферменттің болмауы, ішекте қабыну, осының барлығында ақуыз нашар сіңіріледі. Детоксикация процестеріне шамадан тыс жұмсау, бауырдың жұмысының бұзылуы және өз белоктарының өндірілуінің төмендеуі. Біз 60-70 грамм ақуыз жейміз, бірақ бауыр көбірек синтездейді. Тағамдық ауыртпалықтардан, яғни организмдегі аминқышқылдардың қалдықтарынан, глюкозадан көбірек бауыр ақуызды синтездеп отырады. Егер бауырдың жұмысында қандай да бір проблема болса, онда ол ақуыз синтездеуін тоқтатады. Иммунитет. Иммундық жауапқа артық шығындалған ақуыз барлық процестердің қатысушысы болып табылады. Яғни жаңағы айтып отырғанда иммунитетімізге ең бірінші керекті осы ақуыз. Ол иммундық денелердің қабынуға қарсы заттардың синтезі үшін өте қажет болып табылады. Келесі майда еритін витаминдер. Майда еритін витаминдер тамақтану, дұрыс тамақтанбау, рационда витаминдердің болмауы, яғни дұрыс майды жемегеннен майда еритін витаминдер бізде сіңбейді дағыны, соның нәтижесінде дефициттер болады.
бауыр, балық майы, треска бауыры, бидай ұрығы, теңіз шығанағы, жұмыртқаның сарысы, одан кейін ірімшіктер, май, осы өнімдерді сіздер пайдаланбасаңыздар, майда еритін витаминдер сіңбейді, себебі олар өтте сіңеді. Өттің жұмысы үшін бізге дұрыс май керек, білесіздер. Екінші, стресс жүйке жүйесі. Стресс гормондары холестериннен жасалады және майда еритін витаминдерді қажет етеді. Үшінші, ас қорыту, сіңуінің бұзылуы, яғни майда еритін витаминдердің сіңуінің бұзылуы. Ас қорыту жүйесіне бізге өт жатады. Жаңа айтқандай, өттің жұмысы дұрыс болмаса, онда майда еритін витаминдер сіңбейді. Ферменттер болмаса, асқазан қышқылдығы төмен болса, витаминдер сіңбейді. Детоксикация процесінде артық жұмсау, бауыр жасушаларының бұзылуында, өт шығаруының нашарлауы кезінде бауырда майда еритін витаминдердің қоймасы болып табылады, біздің бауыр. Егер бауырымыз дұрыс жұмыс жасамаса, онда жаңағы майда еритін витаминдер сіңбейді. Иммунитет, майда еритін А және Д витаминдері иммундық жауап және қабынуға дұрыс жауап беру үшін өте маңызды. Бізде Д витамині болмаса, онда адам аурушаң болып келеді, иммунитетке ең басты жауап береді. Және А, Д витаминдері осы тыныс алу жолдарының ауруларында өте қажет. Ковид кезінде негізі А және Д витаминдері көп ұсынылды, оны білесіздер. Себебі тыныс алу жолдарының шырышты қабатын қалпына келу үшін онда бізге А витамині өте қажет болды. А витамині шырышты қабатты қалпына келтіреді. Бізде шырыш болған жерде ешқандай вирус, бактерия тұрмайды. Келесі, темір, тамақтану, рационда темірге бай тағамдардың жетіспеушілігі, яғни субпродуктылар болмауы. Субпродукты деп отқанымыз жаңағы малдың, былайша айтқанда, ішек қарындары ғой, бауыры, жүрегі, бүйрегі деген сияқты. Одан кейін қызыл ет, шпинат, бұршақ, брокколи сияқты тағамдарда темір көп болады. Ас қорыту, нашар сіңу, жаңағы барлығында өздеріңіз қарап отырсыздар, ас қорыту жүйесінде қышқылдық төмен болса, фермент жетіспесе, бізде ешқандай витамин де, минерал да, ештеңе сіңбейтінін өздеріңіз көріп отырсыздар. Детоксикация, темір бауыр шығаратын ақуыздарға қосылу керек. Сіздер детоксикация сабағын көрсеңіздер, мен сол жерде айтқаныммен, бірінші фазасында бізде токсин клеткаға енгеннен кейін P400 цитохроммен бірге. Осы P400 цитохромы ферменттердің негізгі компоненті детоксикация жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады. Яғни ол екінші фазаға өту үшін қажет. Тізбек, яғни сіздерге мен түсіндірдім, жаңағы машинада болса, сол машина жүру үшін бізге темір қажет. Ал ол болмаса, машина жүрмейді, сол жерде бірінші фазада қалып қалады. Бауыр жақсы жұмыс істемейді, немесе ол шамадан тыс жүктеледі. Темір көп тұтынылуы мүмкін, немесе нашар сіңуі мүмкін. Бауыр темірдің негізгі қоймасы. Біздің бауыр негізгі бар минерал, витамин, макро, микроэлементтердің қоймасы болып табылады. Төртінші, иммунитет. Барлық бактериялар мен саңырауқұлақтар көбею үшін көп темірді қажет етеді. Иммунитет әлсіреген саңырауқұлақтар көп, олар барлық қол жетімді темірді жейді. Яғни, сізде иммунитетіңіз әлсіреп кетсе, оған пайдалы бактериялар болмаса, онда олар уже темірді жей бастайды. Темір кандиданың, паразиттің ең сүйікті минералы. Олар сізде иммунитет болмаса, кандида көбейіп кетсе, онда сізде темірді жей бастайды. Сол себепті кандидан емдеуде болсын, қандай да бір паразитті емдеуде болсын, темір ішіп қажетті емес. Бірінші соны емдеп алып, одан кейін барып темір ішу керек. Әйтпесе сіз оларды керісінше көбейтіп жібересіз. Темір болмаса, туа бітті иммунитет жұмыс істемейді. Яғни врожденный иммунитет жұмыс істемейді. Бізде темір өздеріңіз байқайсыздар, анемиясы барлар әлсіз, тез ауыратын болып келеді. Микробиота, тамақтану, ас талшық бірізді тамақтану, яғни клетчатканың болмауы, күнделікті бір тамақты іше беру. Бізде қазақтарға өзімізде көпшілігінде былайша айтқанда разнообразие жоқ, күнде қалай солай тамақ ішіп. Біреуден сұрайсың, кеше не тамақ жедің десең, ой, сол күндегі тамақ қой дейді.
өзіміз де айтамыз, сол себепті кішкене разнообразие болып тұру керек. Екінші стресс микрофлораның әртүрлілігін төмендетеді. Патогенді микроорганизмдер көбеюіне жағдай жасайды. Стресс кезінде барлық қоректі заттар глюкозаға айналады. Мен жаңа айтып өткендей, энергия беру үшін барлық қоректі заттарды глюкозаға айналдырып отырады. Үшінші, ас қорыту. Қарапайым көмірсулар мен крахмалды қорытуға арналған ферменттердің аз болуынан микробиотамыз бұзылады. Патогенді микрофлора мен саңырауқұлақтардың көбеюі, одан кейін иммунитет. Антибиотиктерді қолдану арқылы иммунитетті жоғалтамыз. Антибиотикті ішкен кезде, жаңа мен алдыңғы айтып өткенімдей, антибиотик бактерияға қарсы. Ол сіздің пайдалы болсын, пайдасыз болсын, қандай организміңізде бактерия бар, соның бәрін жойып жібереді. Ал пайдалы бактериялар қайта қалпына келу үшін бізге қаншама жыл уақыт кетеді негізі. Сол себепті оны жоғалтып алмау үшін бізге дұрыс пробиотик ішу керек қосымша. Егер сізге антибиотик қабылдау қажет болып тұрған жағдайда, кейбір аурулар болады, антибиотикті қажет ететін. Ол кезде өзі қасыңызға сіз пробиотик қосып ішуіңіз керек. Көп пробиотикті ударный дозада, яғни ішу керек, тағамдық болсын, бад түрінде болсын қабылдауыңыз қажет. Микробиома иммундық жауаптың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Жаңа ішегіміз біздің 80% иммунитетіміз болып саналады. Ол үшінші миымыз біздің ішек. Ішек дұрыс жұмыс жасамаса, бізде жаңа стресс болады, одан кейін мида нерв жүйесінде ауытқулар пайда бола бастайды. Симбиотикалық микробиотаның саны азаяды, иммунитет зардап шегеді. Бізде ішегіміз дұрыс болмаса, ішекте токсин шамадан тыс көп болса, оны сіздер тазаламай жүре беретін болсаңыздар, біздің ол миымызға бара бастайды, миымыз зақымдала бастайды. Тіпті былайша айтқанда аутизммен ауыратын балаларды емдегенде ең бірінші осы ішегіне мән беру керек. Себебі аутизм негізі болады, ол токсиндермен уланудан болады. Анасында, құрсақта жатқанда шамадан тыс токсин көбейіп кететін болса, ол баланың миына өтіп кетеді дағы, содан балада аутизм пайда болуы мүмкін. Сол себепті бірінші ішекті тазалау керек. Қандай жағдай болсын, ең бірінші ішек. Қай жерде болсын айтылатын нәрсе осы ішек. Сол себепті ішектеріңіз сау болсын, дендеріңіз сау болсын, иммунитеттеріңіз мықты болсын. Келесі сабақ анализдер сабағы.